заманыма байлаулы менің басым. Өтіріктің тілін тия алмаған адам, адамдықтың ындынын тия алмайды. Мен зияны тиер деп күдіктенген кісіме жылы жүзбен қараймын. Мұным пішімімен айтқан өтірік. Мен тарыдай жақсылық қылсам, таудай зұлымдығымды жасырғалы қыламын. Сөйтіп жүріп, адам атануға ұялмаймын. Адамдар мал мақтан үшін соғысып, өзі жек көретін өлімге жан тапсырады. Сақ адам сандығын бекітеді. Бастағы көз жұмылады, көңіл көзі жұмылмайды. Бәріне қанағат қыл да, адал еңбек қыл. Ешкімге ерік қақпасы ашылған емес. Қызыл гүлге қызығып сайраған бұлбұл да, гүл соларын білгенде зарламай қайтсын. Егер ақылым да жаным да менімен бірге жоғалатын болса, онда мен жанып өшкен от қанамын. Дүниені өртесем де, мені ешкім жазалай алмайды. Терең ой, түзу тәжірибесі бар адам ғайыптан хабар береді. Әулие деген сол болса керек. Дүниеге қызығатын көзімді топырақ баспай тұрып, бейнеттен құтыла алмаймын. Осынша тәтті көретін өмірден гөрі, татпай тұрып, ашы деген өлім жақсы болса керек. Тәтті сөз тауып айта алмайтын ақын, сен мені неге күндейсің? Мені сен, сені мен жаратқаным жоқ қой. Адам баласы зиянкес болғандықтан ғана талай зиянды іс істеледі. Адам топ әскерді алдап өлімге апара алса да, өз бойындағы зұлымдықтан арылуға шамасы жетпейді. Жоқтық егіндігіне бір бидай еге алмасаң, бүкіл қырманнан бір арпа ала алмассың. Молдалар жан денеден шыққанда қатты қайғырады дейді, өтірік айтады. Неге десеңіз, жан ақылмен бірге шығатын болса, дене тұтқынынан құтылғанына қуанса керек. Егер ақыл жоғалатын болса, қайғыруды білмесе керек. Дүниенің қайғысы ақ жауындай үзілмей жауса, қуаныш анда-санда найзағадай жарқ етеді де өшеді. Бұл неліктен? Бұл адам баласының қиянаты көптігінен, мейірімінің аздығынан. Зор дұшпаннан қандай сақтансаң, ұсақ жаудан сондай сақтан. Арыстан көрінеу келеді, қарақұрт пен шаян жасырынып шағады, уыты аса зиянды. Осы өмірден басқа өмір жоқ болатын болса, жаралыспен жағаласып, адамдармен арпаласып өмір сүргенше жасамаған артық емес пе? Мен жастықта балалыққа қызықтым, одан боз балалықты бақ деп білдім. Одан әрі адамшылық атты баққа қызметкер болдым. Ақырында баққа құл болдым. Себебі жасаған сайын алдыңғы бұзылып, артқы бақ түзу сықылданды. Енді ойласам, өлгенім хақ. Жә, сол бақтарымның ең жарамдысын ұстап қана өлгеннен басқа не бар деп ойладым. Байқасам, жас бала күнімдегі бағымнан артығы жоқ. Себебі қайғы да жоқ, ар иманнан тайғызатын ісі де жоқ. Шын бақ ата-ананың махаббаты мен балалардың таза жүрегінде. Мақтан үшін айтылған, жазылған сөздің құны болмайды. Барлық ғылым қиялдан, ойлаудан туған. Адамның бұл дүниеде, бұл табиғатта жоқ нәрсені ойлауының өзі мүмкін емес.
болуға мүмкін істі ғана ойлай алады. Бұл бір. Екінші, сол қиял, болмайтын нәрсе деп отырғанымыз ұлғайтылып, өзгертіліп, ауыстырылып, айтылған болашақ болуы мүмкін. Қиялдың да шегі бар. Өмір тіршіліктің таласы. Біреулер адам өмірі жаратқан иесін танумен түзеледі десе, кейбіреулер үкімет жойылса, әркім өз бетімен өмір сүрсе түзеледі дейді. Ал енді біреулер оқу біліммен, халықтың ағартумен адам өмірі түзеледі деп ойлайды. Тағы біреулер бай кедейді теңеумен түзеледі десе, біреулер тәрбиемен түзелуге болады дейді. Біздіңше, бұларды жекелей алғанда ешқайсысы да адам өмірін түзей алмайды. Адам өмірін түзеу, барлық адамдар тату тұру үшін негізгі керек адал еңбек, ақ жүрек, арлы ақыл. Оқу, білім үйренген адам өнерлі келетіні рас. Бірақ оны қандай іске, қай мақсатқа жұмсамақ? Үйренген ғылыммен түрлі қару жасап, улы газдар тауып, басқа адамдарға аң есебінде оқ атып, әлсізді құл етіп, жердің бетін адам қанына бөктірушілер де бар ғой. Ең өнерлі, білімдіге саналатын Америка, Англия елдеріне қараңыз. Бай мен кедейді теңеу, байдың малын кедейге бөліп беру, кедейді еріншектікке, еңбексіз мал табуға дағдыландырып жіберетін жол. Мейірімділік, махаббат, қайырымдылық пен адалдық ақ жүректен шығады. Арлы, ақылды адам қиянат, зорлық жасамайды, өзімшілдік пен мақтанды сүймейді. Нәпсі, өзімшілдік пен мақтан шексіз көп жаман әдеттер туғызады. Әкімшілік басында арлы, ақылды адамдар отыру керек. Көп талқысы аққан сел. Білім беру саласында ар білімі деген білім оқытылуға тиіс деп ойлаймын. Бет сұлулығы тән сыйы емес пе? Дауыс пен сөз сұлулығы жан сыйы ғой. Әрине, тән сыйынан жан сыйы артық екенінде дау жоқ. Бірақ бет сұлулығын әркім-ақ таниды, ал сөз бен ән сұлулығын танушы аз. Жүсіп, Ләйлінің анық нұрын көрем десеңіз, менің көзіммен қарап, менің жүрегіммен сезінгейсіз. Адамда екі түрлі мақсат болады. Бірі тән мақсаты, екіншісі жан мақсаты. Басына ауыр қайғы түскен кісі адамның ең сорлысы өзі деп ойлайды. Адамның ең артығы ерінбейтін, еңбекшіл, шыдамдысы. Тырнақтап жиған арам ақшаға тырнағыңды былғау да арам. Әйелдің Құдай қосқан қосағынан жақыны болмайды. Ұшқаны білінбейтін ұшқыр заман. Арды ғылым түзейді. Адам еркін байлауды ар сүймейді. Тату тұрған адамға дүние кең. Адамның адал ұлы болам десең, алдымен нәпсіңді тый. Заманды себеп билейді. Бірлік пен талап бар жерде еңбек те өнеді. Адамның санасын ар түзейді. Ақ жүрек пен адал еңбек шешпейтін әлемнің таласы жоқ.
адамды нәпсінің таласы бұзады. Бақыт махаббатпен бірлесіп еңбек қылғандар жағында. Адал еңбек еткен ел жұрттың көңілі шат. Жылылық, жарық, нұрын беріп сездірген атам күн шебер. Балына қосып уын беріп өсірген анам қара жер. Анық азат адам болмайды. Заманды жаратылыс билейді. Өмірді өлім тұсайды. Өзімшіл болма, көпті ардақта. Жас өмір өткен той. Өлсең үніңді шығармай өл. Заман сипаты, мына заман қай заман, қас күнемге жай заман. Араздық пен өсекке өлшеуі жоқ бай заман. Әркім өзінің еккенін орады. Шымылдық артын шын иесі біледі. Әр мезгілдің өзіне лайықты ісі болады. Назасы нақақ жастың қате кетпес. Сынған көңілді жамаған сынықшының құлымын. Өмір тоқтамас, адамзат жаңарар. Ғашық болып іздеген 5 нәрсем бар. Олар махаббат, әділет пен таза жүрек, бостандық, терең ғылым.